Технология саласындағы миллиардер. Tesla және SpaceX компанияларының негізін салушы Илон Маск жөніндегі қызықты фактілер. Мақсатшыл магнаттың адамзат болашағына деген өз көзқарасы бар. Ол Tesla электромобильдерінен бастап, Марс планетасын отарлауға дейін армандайды. Дегенмен оның өткен өмірі сан түрлі оқиғаларға толы. Мектепте Илонды сыныптастары аяусыз кемсітіп қорлық көрсеткен. Бірде сыныптастары Маскты баспалдақтан лақтырып жіберген. Ол есінен танып ауруханадан бірақ шыққан. Илон 12 жасында компьютерге Blaster деген ойын жасаған. 1984 жылы ол аталмыш ойынды компьютерлік журналға $500 сатқан. Маск жасынан кітаптарға құмар болған. Ол өзі тұратын жердегі кітапханалардың кітаптарының барлығын оқып шыққан. Пенсильвания университетінде оқып жүргенде Маск досымен бірге жатақхананы жалға алып, оны түнгі клубқа айналдырған. Клуб тез танымал болып, онда мыңдаған адам келген деседі. Бірақ Илонды мұнда кештер қызықтырмаған. Әдетте ол бөлмесіне барып, видео ойындар ойнаған екен. Оңтүстік Африка Республикасынан Канадаға көшкен соң, Маск нағашыларының үйлерінде көшіп жүрген. Бұл кезеңде ол күніне $1 өмір сүруге мәжбүр болып, хот-дог және апельсиндермен азықтанған. Бүгінгі таңда Tesla технологиялық әлемнің гауһартасы. Бірақ жағдай әрдайым осылай болған жоқ. 2008 жылы компания қарқынды түрде қаражатын жоғалтып жатса, SpaceX-тің зымырандарын ұшыру сәтсіз аяқталып жатты. Масктың айтуынша, бұл оның өміріндегі ең нашар жыл болды. Себебі отбасын асырау үшін ол несиеге белшесінен батқан. Маск адам миына компьютерлерді енгізу мақсатында Neuralink стартапының негізін салды. Себебі ол жасанды интеллект қауіпті және онымен күресу қажет деп есептейді. 2015 жылы ол жасанды интеллектті басқару саласындағы зерттеулермен айналысатын OpenAI коммерциялық емес ұйымын құрды. Ғылыми фантастиканың жанкүйері Илон Маск Марсқа тышқандар мен өсімдіктерді жіберу идеясын қарастырған. Тіпті ол үшін кеңестік зымырандарды сатып алуға тырысқан. Алайда Ресей тарапы әр зымыранға $8 миллион ақш долларын сұрап, жоба іске аспады. Маск өз зымырандарын жасау арзанға түседі деп шешкен болады. Iron Man, яғни Темір адам фильміндегі бас кейіпкер Тони Старк Маск образы бойынша жасалған. 2008 жылы фильм Marvel комиксіне негізделгеніне қарамастан, кіші Роберт Дауни Маскпен кездесуді қалап, нағыз Тони Старк болу қандай екенін өз көзімен көргісі келген. Илон Масктың айтуынша, адамдар ғарышқа барып қайталатын кемелер жасамайынша, адамзат ғарыштық өркениет бола алмайды. Қазіргі таңда Маск ғарышқа барып қайталатын зымырандар жасаған.